Армысыздар, құрметті жанкүйерлер. Түркияда оқу жаттығу жиынын өткізіп жатқан Атырау командасы бүгін тағы да міне жолдастық кездесу өткізеді. Қарсыласы Монтана командасы, Болгарияның Монтанасы. Енді керемет бір жетістіктерге жетпеген команда өзінің чемпионатында ең жоғарғы нәтижесі, ең жоғарғы дивизиондағы 9-шы орын екен. Кезінде Гурия деген енді Грузияның Ланчхути деген елді мекені, КСРО чемпионатында ойнаған команда. Қақпаға соққы және есеп 1-0. Атырау командасы алға шығып отыр. Өте жылдам шабуыл, ортада Ерсұлтан Қалдыбеков жақсы ашылды және қақпаға сәтті соққы жасап отыр. Ерсұлтан Қалдыбеков гол авторы. Қақпадан шықты қазір Арсен Сиукаев және жақсы пас шығарып отыр. Міне мүмкіндік бар Атырау командасында екінші гол соғатын, қақпаға соққы және гол. Есеп 2-0. Бұл жолы гол соққан Георгий Никабадзе. Біз бұл футболшыны бекер таныстырған жоқпыз. Кәдімгідей уақыт арнап Никабадзе қанша дегенмен тәжірибесі мол футболшы, 34 жаста. Ортаға пас, қазір айып алаңда міне. Өкшемен пас және пенальти белгілеп отыр. Барбоза мен Атхан қазір бір-біріне. Сонымен пенальти. Қақпаға соққы. Сиукаев қайтарды. Сонымен тура қақпаға қарай өте жақын ұшты. Монтана командасының 1-1 футболшысы дегенмен допта. Баяу шабуыл, қорғаушылардың бәрі Атырау командасының өз позициясына оралды. Бірақ міне қауіпті соққы. Топтың жолына дәл қазір 55-ші нөмір Атырау сапында Ескендір Қыбыраев өнерімен көзге түсіп жатқан жоқ. Офсайд бар ма білмейміз. Қазір бет-бет шықты қақпашымен және қақпаға соққы. Төреш қырғы. Міне офсайд жоқ болса егер, офсайд жоқ болса Атырау командасына мүмкіндік бар. Пенальти. Әрім Смықов. Қақпаға соққы, қақпа бағанасына тиді. Және бұл матчта 2 пенальтиден гол соғылмады, қараңыздар. Бірінші таймда Монтана гол соғалмады, енді қарсы шабуылда Атырау командасы 3-2 шығып отыр. 3-2. Бұл тамаша мүмкіндік енді. Жылдамдату керек, бірақ өте нашар пас, қақпаға соққы, гол. Есеп 3-0. Соңғы секундтарда Атырау командасы гол соғып отыр. Өте тамаша шабуыл. Оралбай голдың авторы. Қайталап көрейік. Сәтсіз пас, бірақ қорғаушының қателігі бұл жерде. Едіге емес, бұл жерде гол соққан қазір көрейік. Темірлан Жиенәлиев екен. Матч аяқталды, құрметті жанкүйерлер. Атырау 3-0 есебімен жеңіске жетті. Эфирде келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.